Күрең айғырдың шыңғырған дауысы әлі құлағымнан кетпейді. Қытайдағы тарбағатай Шағантоғай аталатын үлкен ауданы кезінде атақты бай, Баспай Шолақ мекендеген әйгілі өңір. Сол өңірде өткен ғасырдың 50-ші жылдарында ел есінен әлі күнге дейін өшпей келе жатқан сұмдық бір оқиға болыпты. Бұл оқиғаны 2-3 жылдан бері 4-5 адамнан естідім. Айтушылардың әңгіме шашағын әртүрлі шығарып айтатыны болмаса, негізінен бір жүлге ұқсас деуге болады. Аз күннің алдында жасы 70-тен асқан кәрі құлақ ақсақалдан тағы да естідім. Сосын қой өмірін жартылап ақыретін ғана уайым қып жүрген бұл кісі өтірік айта қоймас, жазайын дедім. Шағантоғайдың түгін тартса май шығатын, түңгелі жайлауына 4 түлігін төңкеріп тастап, кереге жайдырмас шалғынына бие бауға қызып, ақсақалдар 6 қанат ақ ордаға ырғалып кірер. Шанағы тошын қоңыр домбырадан күрп-күрп күй сауып, ара кідірте тұрып, әңгімесін әрі қарай тайпалтар. Қазір айтсаң, ертегіде естілер. Берекелі бір заман екен ау. Сол ауылға 3 салт атты келеді. Мал дәрігерлері екен. 2 Қытай, 1 қазақ. Ол кезде Шыңжаңға қытайлардың енді келіп жатқан кезі. Мал атаулыны Шыңжаңға келгенде көріп, үкімет тапсырмасы бойынша осы мал дәрігерлік мамандықты оқыған 2 Қытайға қасындағы қазақ тілмаш және мал танытушы болып қызмет етеді екен. Жоғалған биенің ішінде кеткен құлынды ізінен танитын қазақтың 4 түлік жайындағы әңгімесі ортайған ба, дастархан басында текті жануар жылқы туралы айтылып, айғырдың өз жатырына шаппайтыны жайлы сөз болады. Мұны естіген ана екеуі тым асырып жібердіңдер, мүмкін емес деп бастарын шайқап сенбейді. Оны аз десең өз белінен болған байталды үйірінен қуып шығарып тастайды. Өз баласына мүлде шаппайды. Ол байталды басқа үйірге қосу арқылы ғана құлындатамыз деп, пәлен мыңжылдық тарихқа аян дүниені мыналарға түсіндіре алмай дығырлары құриды. Ол екеуі де ерегесіп алған, дау аяғы бізді мазақ етіп, әдейі айтып отырсыңдар дегенге саяды. Сөйтіп, Құдай-ау, мал дәрігер екеу айғырдың өз енесіне шаппайтынын білмейді екен. Бетім-ау, мал дәрігер екеу айғырдың өз енесіне шаппайтынын білмейді екен деген кешкі жаңалық Ақбоз үйдің киіз есігінен атылып шығып, ауыл-ауыл аралай жүгіреді. Әлгі екеуі толық иланып кетпесе де, айтушылар сөздерін соншалық сенімділікпен айтқандарына қарап ойланып қалса керек.